Қайырлы күн достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бүгін менде қонақ күту болып жатыр. Қоныс той дегенді білесіздер ме? Біз жақында үй алған едік, сол үйімізге құттықтап, құрбыларым келмекші, соған дайындалып жатырмын. Бүкіл жерді жинастырып, тазалап, құрбыларым келеді ғой деп дайындалып жатырмын. Базарлық жасап, қалған заттың бәрін өзім қолдан үйден пісіріп жасадым. Өйткені көшедегі заттарды біздің отбасы жей бермейді, және мен де достарыма жегізгім келген жоқ. Барынша жинап, мұнтаздай қылып таза қылып қоюға тырыстым. Бұл жерде үйді плисустап жинап жатырмын, барлық комнаталарды. Осылай жинастырып шықтым, және кір жуып, үйдің шаңын сүртіп, пол жинап деген сияқты. Осындай қызықтар болды. Менде негізі бір апта отпускіде болғанбыз. Барлығымыз тұмау болып ауырып. Қазір барлықтарыңызда кор, тұмау деген естіген шығарсыздар. Сондай. Қайырлы күн баршаға. Үйден шыға алмай қалдық. Кішкене жазылғаннан кейін құрбыларымды үйге шақырғым келді. Негізі осыдан 2-3 күн бұрын 4 күнім келген. Мамамдар менің көрпе төсегімді алып келіп кетті. Сол мамам қорқып қолы шықпасын деп бұл жерде алтын сақина алуға келдік. Балам екеуміз видеоға түсіп, мына жерде өйткені инстаграмға көптен бері көңіл бөлмей қойдым, ештеңкеге, интернетке, ютубтың өзіне зорға видео салып жүрмін. Сол бұл жерде балам жүді ашулы. Негізі 4 жасқа толайын деп жатыр, бірақ мінезі ашушаң, барынша көңіліне қарауға тырысамыз. Сонда да әйтеуір сондай ашушаң болып тұр. Кешкісін үйге келіп, кірлерімді жуып, кешкі тамақтарымызды жеп алдық. Осылай үйге жинап қоямын. 2-3 күнде деген, 1-2 күнде енді кебеді кірлерім. Достар, үйден шықпай біздің балқымаққа парақша жүргіземін болады. Жеткізу тегін. Бізде батонның ішіндегі шаурма тапсырыспен кетіп жатыр. Шаурма істеген едім. Соны барып түсіріп келдім. Жаңа құрбыларым дайындығына кірісіп кеттім. Қолдан осылай самса жасадым асқабақтан. Неше түрлісін осылай үшпірішті қылдым. Қатпарлыны өзім жасадым. Және мына жерде ассортиді оливияны өзім жасадым. Чимчи салат капустамен араластырып, пельмен бардық, мына түнде істеген самсам ғой. Оливия салат. Солай қонақ осы үйге көшкелі қонақ күтіп жатырмыз, берекелі үйіміз болып жатыр. Көбісі ойлайды, наличка алдыңдар ма деп. Жоқ, жаңағыдай ипотека сияқты қылып алдық. Жолдасым екеуміз жұмыс жасаймыз. Күйеуім мұғалім, өзім медикпін. Солай ипотека сияқты қылып алдық. Себебі бірден алатындай бізде жиналып тұрған ақша жоқ. Өздеріңіз білесіздер, ақшаны жинау мүмкін емес. Той жиын, өлім жетімнің баратын жерін көп İşke saçayı sırt kayayı çekenleri. Ağaç kayvanız mı? Ayağı süt. Olay versin. İşke saçları açmayız mı? Hoş geldin Cumay. Біздің қыздарының бәрі Мақтаарал ауданының кәсіпкерлері, біреуі орамалдар сатады, біреулері копилка жасайды, памперспен айналысады, прокат киім, посудалар әлемін жасайды, сатады. Бүкіл заттар бар, өздері тігінші әпшелеріміз де бар. Жаңағы байқасаңыздар, цветильник, гүлдер жасайды. Егер сіздерге қызық болып жатса, жазсаңыздар болады. Тапсырыспен бүкіл қалаға жеткізеді біздің қыздар. Және пиндодумен де айналысатын қыздар бар. Осы қыздардың арқасында мен де қалмайын деп барынша интернетпен қолданып жүрген жайым бар. Біздің қыздар әйтеуір тыныш жатпайды. Үйге
біздің қыздар мықты. Заттарымыз осында кезде бар еді, жоқ вообще. Ана екеуі күшті отырып қойыпты ғой. Главный гость. Иә. Үйдеміз қама, қоныстарың құтты болсын, құда қаласа іші берекеге, мерекеге тола болсын, бақытты болыңдар, күйеу баламен деймін ба, не дейміз енді? Күйеу баламен бақытты болыңдар, кішкентайларың көп болсын, құда қаласа, қыз, ұл болып жұмысты бола берсін. Сол барлық жақсылықты тілеймін. Қоныс тойларың құтты болсын, шаңырақтарың биік болсын, үйлеріңе бақ береке кірсін, көбейе беріңдер, үбірлі шүбірлі. Тек той көрейік осы шаңырақта, тек жақсылыққа келіп кетейік. Сол. Так, үйіңде жайнап жарқырап, мен естелікке алы, осыны көрген сайын Нұржамал көргендей болып, көре беріңдер. Ниетіңе рахмет өйдемесін. Негізі арасы мен қыздаймын да, онша жарығы онша білмейді бірақ. Негізі да мен арасын ана. Сен бергенмен қолданатын күшті? Шашылып тұр. Шашуларымызды алып, тойларға келе берейік. Осында дастарханда кездесейік, бәрі қамдап күліп, берекелі үй болсын. Мен уже сырттан планға сырып қойдым, мына жерде магазин, анау-мынау. Идея күшті ғой негізі. Күшті жер екен. Сондай, құдай қаласа сондай келесінде магазин ашылып келе берейік. Күйеуіңе, Ай, бари көңі достармен жаңа қойын еткен сенің демегесін. жақсылыққа ұстай Біреуі құрсақ шашуда, біреуімен шай ішеміз, біреуімен шыққанда шай ішеміз. жақсылыққа келейік, үйіңе құдай қаласа берекелі болсын. Отбасына тек қана жақсылық болсын, Алламыз істеген істерін әрдайым берекесін берсін, бар бол, бай бол. Осы не дейді, пейілінен ешқашан қайтпа. Не дейді, бағымды отырыңыз болса, бар жан тәнін беретін қыздардың бірі ғой, осы қамшаны қарады ғой, бүйшеді айтып жатыр. Әрдайым отбасына тек қана жақсылық болсын, тойына келе берейік. Сен үшін осындай әдемі бір чайникті алып келдім. Тек қана жақсылыққа қолдана бер. Осы жерде жақсы тілектер айтылып жатыр ғой, жақсы сөз жарымырс деп, тек қана осы жақсы сөздер періштенің құлағына шалына берсін дейміз. Құдай қаласа үйіңе той деп келейік, бесік той деп жатыр, сүндет той деп жатыр. Дастарханың тек қана жақсылыққа жайылсын. Құдай қаласа осы жаңағыдай өбірлі шүбірлі болып, осы үйде өніп өсіп, құдай қаласа ұлыңды үйлендіріп, қызыңды ұзатып деген сияқты терең қатай беріңдер. Менің ағаммен бірге деп қояйын деймін. Енді біздің блогер қыздардың атынан негізінде не деп алтын аламыз ба деп ойлағанбыз. Сөйтіп қыздар айтты андай не деп үй алған адамға ақша керек деп солай өздері керегін алады деп солай етті да. Сол үшін алтын алмай, егер алтын керек болса алтын алтын керек болса негізі саламыз ба дедік, біресе алтын аламыз ба дедік. Үй алған адамға ақшалай негізі дұрыс дегеннен кейін ақшалай беріп жатқан жайымыз бар. Бір тайдың ақшасын бермесек те, бір тайдың ақшасын бермесек те, бір комплектінің ақшасын берсе ойлаймыз. Сол жақсылыққа жарады. Рахмет. Ура! Қойдың ақшасы.